Жөн емен шашылы қарсаш. Сәлем достар, сіздермен бірге Кореядағы қазақ отбасы және де біз осы бір тауық жейтін кафемізге келдік. Кафемізге болғанда достар, бұл біздің кафе емес, әрине, жай ғана ол біздің үйімізге жақын орналасқан және біз бұнда тауық етін жеуге жиі келіп тұрамыз. Негізгі тапсырысымыз тауық келгенше осындай жұмыртқа, сәбіз, түрлі салаттар әкеліп қояды екен. Жұмыртқамды ашып отырсам, шашыма жасанды гүл жабысып қалған екен. Кадр маған қызықты болып көрінгендіктен видеоға қосып қойдым. Бір қызығы достар, піскен жұмыртқаның түсіне мән беріңіздерші, ақ емес, кішкене сарғыштау екен. Суға емес, парға піссе осылай шығады деп жігітім айтты. ютубта іздеп көрген едім, ондай рецепт таппадым. Енді өзім парға пісіріп көрсем ба деп ойлап жатырмын. Ал мынау слоеное тестаға капуста мен сәбіз оралып қуырылған сияқты, дәмі бізге таныс, жақсы екен. Мынау болса токпоки, қасына стаканға су әкелді, өйткені ащы жей алмайтындар суға батырып жейді. Келесі балдырдан жасалынған сорпа. Келесі тағам достар сырға ұқсайды екен сыртынан қарасаңыз, бірақ негізінде ол бабыдан жасалынған тағам. Пайдалы бірақ дәмсіз. Кішкене дәмін кіргізу үшін тауық етінің соусына батырып жедім. Сағынып жейтін тауық етіміз осы. Бұндай дәмді тауық етін мен еш жерде жеп көрмегенмін. Сіздер де Кореяға келіп дәмін татыңыздар деп тілеймін. Корея жайлы басқа да қызық видеолармен де көп. Қызық болса тіркеліп кетіңіз.